HTML5 бұл гипермәтіндік белгілеу тілінің кезекті нұсқасы ғана емес. Мультимедиалық мазмұнды қолдайтын, бағдарламалық интерфейстермен жұмыс істей алатын, формалармен өзара әрекеттесетін, құжаттарды құрылымдайтын және тағы да басқа қуатты веб-сайттар мен қосымшаларды құруға арналған жаңа ашық платформа. HTML контент беттерін мағыналы топтарға бөлуге болады. Олардың өзінің әр веб-сайт парақшасына жауап беретін жұмыстары бар. Олар metadata, flow, sectioning, heading, pressing, метадеректер. Метадеректерге HTML құжаты туралы қосымша ақпаратты қамтитын, оны басқа құжаттармен байланыстыратын, мысалы CSS, JS стиль кестелері, беттегі мазмұнның сыртқы түрін немесе әрекетін анықтайтын элементтер кіреді. Бетте метадеректер көрсетілмейді. Метадеректердің элементтері: ағынды контент. Ағынды контент body корпусында қолданылатын элементтердің көпшілігі, немесе веб қосымшалар ағынды контент жатады. Олардың түрлері: секциялық контент. Секциялық контент құжат құрамында жеке бөлімдер жасайтын элементтер кіреді. Олар бір-біріне тәуелсіз. Мысалы, тақырып бөлігі header, төменгі деректер мен footer, және тағы да басқа әрбір тәуелсіз бөлімнің өз тақырыбы мен мазмұны болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Секциялық контент элементтері. Тақырыпты контент. Тақырыпты контент секциялық контент элементтерін орналастырылған немесе тақырып контентіне негізделген бөлім тақырыптарын анықтайтын элементтерді қамтиды. Тақырыпты контент элементтеріне: мәтінді контент. Мәтінді контентке мәтінді және оның форматын анықтайтын элементтер кіреді.